Құрметті достар, көп азаматтар менің шығарған постыма қатысты телефонды қолданудың заңсыз әрекеттері қандай деп түсініктеме беріп сұрап жатыр. Дәл мына бейне жазбадағы Если вы его держите в руках, если у нас на магните, если вы его поднесли к бұл үш әрекеті де заңға қайшы емес. Яғни телефонды қолыңызға ұстасаңыз, магнитке қойсаңыз, құлағыңызға апарсаңыз, бұл заң бұзушылыққа жатпайды. Шатаспасын полиция қызметкері. Себебі болсаңыз, яғни телефонды құлағыңызға апарған кезде біреумен сөйлесетін болсаңыз, болмаса хабарлама мен біреумен диалог құратын болсаңыз, сонда ғана ол заң бұзушылық ретінде қабылдану керек. Ал басқа жағдайда карта, навигатор ретінде, музыка тыңдау ретінде, құрал ретінде, яғни ол кез келген автокөлікте қазір бәрінде монитор орналастырған, ол жердегі функцияны телефондағы функциямен егер пайдаланып қолданылатын болсаңыз, ол заң бұзушылыққа жатпауы тиіс. Осыған байланысты қазіргі таңда заңның түйсіз тұстары көп болғандықтан әзірге айыппұл салуды тоқтатуын сұраймыз. Себебі заңды дұрыстап алмай, айыппұл салу дұрыс емес. Рахмет. Толықтай ақпаратты Telegram арнамыздан аласыз.